Қайырлы күн, достар. Сіздермен Гаухар. Балаларымның сұрауы бойынша картофель фридің рецептімен бөлісемін. Бұл рецепт өте оңай әрі тез дайындалады. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бізге қажет болатын зат 4 картопты қабығынан ашып, жақсылап жуып аламыз. Одан соң осылай қалыңдықта бірнеше бөліктерге кесіп шығамыз. Видеодағыдай көрсетілгендей соломка қылып тураймыз. Крахмалын шығару үшін салқын суға 3-4 рет қайта-қайта шайып, картопты осылай кептіріп аламыз. Мен шашыққа жайып, толықтай осылай кептіріп алдым. Салфеткамен осылай бетіндегі суын осылай кептіріп аламын. Маған 10 грамм крахмал қажет болады. Себебі картошкамыз қызарып және қытырлақ болып пісу үшін. Майымызды қыздырып, аз-аздан картошкамызды саламыз. 3-4 минут қызған майда картошкамызды осылай қозғап отырып қуырамыз. Байқасаңыздар, міне картошкамыз қызарып, дайын болды. Біздің фри дайын болды. Үстінен шым-шым тұз сеуіп, ұсына берулеріңізге болады. Сіздермен болған Гаухар.